Жасыл ойбаған деп жассыз әкетіп те бара жатқан жас емес, бірақ адамның рухани жасы деген де бар. Сағыныш деген дүниелер, өмірдің қайшылықтары, биологиялық жасы, рухани жас дейміз ғой. Енді осы шақтар, осы кездегі Толқын Ақанұлының бір арманы дейміз ба? Сіздің мына көптеген арман туралы өлеңдеріңіз бар. Бір арман болған жақсы екен деп те жазасыз. Елудің жуан ішіндегі, алпысқа алқымдай тұрғандағы Толқын Ақанұлының бір арманы дейміз ба? Іштегі бір аңсары дейміз ба? Осыны бір оқырмандарға айтып берсеңіз. Бір арман болған жақсы екен, артық көретін өзіңнен дейді. Иә. Армансыз адам арманың төгілген күні мына өмірдің мәнісі қалмайды. Мына өмірдің бәрі бос болып қалады. Айтып жатады, іште бір арман кеткен жақсы. Түрі өте мол. Жаңа достықтың түрі мол деген сияқты. Сонда мәселен менің көкейімде жүрген арман туған жерді бір көріп, мауқыңды бір басу. Бұл әзірге бұйырмайтын болғаннан кейін күннен күнге биіктей беретін арман. Сондықтан әлгі адамның өмір сүруі үшін, өмірге құштарлығы үшін мен қашан сол арманға жетеді екен. Әттене бір арманым деген секілді ішіңде бір арман өзіңнен артық көретіндей. Бұл мәселен туған жерді, туған елді өзіңнен артық көресің. Сонда бір арман болған жақсы екен артық көретін өзіңнен деген ол адамды өміршеңдікке, соны тосуға, соны күтуге, соны орындауға жетелейді да. Сен өміршеңдігің күшейеді. Егер бәрі арманға жетіп алсаң, онда мынау өмір емес болсын.